Сен өзі байқайсың ба? Нені? Түбі жақсылыққа апаратын бәрі тегін ғой. Не қалай сонда? Мысалы, Құран оқу тегін, намаз оқу тегін, мешітке кіру тегін. Рас, ә? Шынымен де ғой, Иә, вот көрдің ба? Ал қара енді. Жамандыққа апаратын жолын бәрі ақша сұрайды ғой, сен білесің ба? Қалай сұрайды? Арақ сатып алу үшін ақша керек. Наркотик алатындар ақша төлейді. Дұрыс па? Азартный игры ойнайтындарға тоже ақша керек. Ақша болмаса ойнамайды. А бірақ соның бәрі жаман жолға апарады. Соның бәрі сенен ақша сұрайды, білесің ба? Сен бар ғой? Немен? Сен жақсылыққа апарасың ба, не жамандыққа апарасың ба? Мен, конечно, жақсылыққа апарамын мен сені. Сен де ақша сұрай бересің ба менен? Мен керек нәрсеге сұраймын да, үйге сұраймын да мен. Немене, мен наркотик аламын ба? Жоқ, енді факт бойынша сен ақша сұрайсың ғой. Ол да ақша сұрайды, сен де ақша сұрайсың. Иә, мен сұраймын ақшаны, бірақ мен үйге сұраймын. Қайда сұрасаң да әйтеуір ақша сұрап тұрасың ғой. Кетші, шатастырмашы мені наркотиктермен бірден келмейді. Мен сен шатастырып жатқан жоқпын, сен менен ақша сұрайсың. Аналарда жамандықтан арақ-парақ, шарабында ақша сұрайды. Жамандыққа сұрап жатқан жоқпын сенен ақша. Жоқ, тоқташы. Оларда ақша керек, оған да ақша керек. Саған да ақша керек. Қалай сонда? Мен сұрайтын ақша бөлек, олар сұрайтын ақша бөлек. Қалай ол қызыл ақша, сенің сары ақша ма? Бір ақша ғой соның барлығы. Қойшы айналайын, мен басқа ештеңеге сұрамаймын. Жоқ, неменеге сен менен енді кеңкелесіп тұрсың енді. Анау ақша, мынау ақша. Дұрыс қой, енді жамандыққа баратын бәрі ақша ғой. Жоқ, сен де ақша сұрайсың ғой менен. Қойшы